Негізі оразаға кем дегенде 3 ай бұрын дайындалуға кеңес берем. Ораза уақытында энергияңыз сарқылып өшіп жүрмес үшін және Құранды құлшылыққа уақытыңыз болса да, бірақ энергияңыз болмай, күндіз біз ресурсны, продуктивны болып жүруіміз үшін армысыздар, құрметті YouTube каналдағы оқырмандар, қал жағдайларыңыз қалай? Бізде Рамадан айында басталуына санаулы күндер қалды. Алла қаласа бүгінгі подкаст сіздерге осы оразаға қалай дайындаламыз және оразаны қалай керемет өткіземіз. Қарнымыз ашпай, жаңағы шаршамай және де өте ресурсны, тиімді, ұтымды өткізудің лайфхактарымен бүгін бөлісетін боламын. Ораза айы негізі Аллах Тағала бізге жылына бір рет беретін өте берекелі ай. Осы айға біз неғұрлым ертерек дайындаламыз, соғұрлым ағзамызға өте жақсы болады. Негізі оразаға кем дегенде 3 ай бұрын дайындалуға кеңес берем. Бірақ енді қазір уақыт таянып қалғандықтан сіздер қазір дайындалсаңыздар да көп нәрсені ұтатын боласыздар. Яғни бірінші уақытта бастапқы 1-2 күн, 5 күнге дейін бізде интоксикацияның белгілері байқалады. Сол кезде сіздерде бас айналу, шаршағыштық, көздің қарауытуы сияқты белгілер болса, бұл ағзадағы токсин шлактардың көп екенін көрсетеді. Осындай белгілерді азайту мақсатында біз не істеуіміз керек? Ораза басталмас алдын, хотя бы 1-2 апта алдын жаңағыдай таңғы уақытта кортизолды ашуға кеңес берем. Кортизолды ашығу дегеніміз, таңғы уақытта сіз ешқандай тамақ ішпейсіз. Енді бізде таңғы уақытта пик кортизол бөлінетін уақыт. Сол кезде просто ыстық сумен ашығуға болады сағат. Мысалы, бірінші күні 11-ге дейін, одан кейін 1-ге дейін, 2-ге дейін, солай ақырын уақыттарын ұзартасыздар. Бұл кезде уже ағза аштыққа ақырындап кіріп бастайды. Немесе бастапқы уақытта рационнан мусорный едаларды алып тастаңыздар. Мысалы, сіз алдында фастфуд жейтін болсаңыз, донер жейтін болсаңыз, бургер жейтін болсаңыз, кока-кола немесе газированный напитоктар ішетін болсаңыздар, соның бәрін ақырындап көлемін азайтып, одан кейін мүлде оразаға дейін алып тастауға кеңес берем. Осы нәрселердің өзі сіздің ағзаңызда үлкен жеңілдік әкеледі. Одан кейін арнайы абсорбирующий препараттар бар, мысалы энтеросгель, немесе жаңағыдай аминосорб деген сияқты, нутрикрейнс деген сияқты арнайы препараттар бар. Осылар біздің ағзамыздағы керек емес токсин шлактардың барлығын өздеріне ағзада тартып алады да шығарып тастайды. Үлкен дәрет арқылы, зәр арқылы шығарады. Осы нәрселерде оразаға дейін хотя бы 2-3 апта алдын істелген жақсы. Егер тым үлгермей жатсаңыз, онда 1 апта алдында жасасаңыз жеткілікті болады. Одан кейін өте маңызды нәрсе оразаға алдын ала заготовка жасау. Яғни ертең оразаның уақытысында шаршап, шалдығып, аузыңыз берік болып базарға барып дүкен аралап жүрмес үшін міндетті түрде оразаға керекті астарыңызды алдын ала дайындап, 1 айға заготовка жасап тастаңыз. Мысалы, менде берекелі Рамадан деген курс бар. Ол туралы ақпаратты ссылкадан білсеңіз болады. 30 күнге арналған арнайы меню бар, яғни таңғы асқа қолданатын, сәресіде ауыз бекітетін кезде және кешкі аста ауыз ашатын кезде ифтар уақытысында ішетін тамақтардың тізімі. Соның ішіндегі тамақтарды алдын ала дайындап заготовка жасап қоятын болсаңыз, сіз почти 30 күн бойы неге кухняға кірмейсіз, просто пісіруге ғана кіресіз. Және бұл сіздің көбірек құлшылыққа уақыт бөлуіңізге көмектеседі. Және бұл нәрсе сіздің ағзаңызды да жаңағы ертерек қандай тамақ ішу, сіздің ағзаңызға қандай тамақтар түсетінін сіз заранее білесіз. Және бұл менюдағы тамақтар в основном бізде воспаление снимать етіп, наоборот, ағзаға күш қуат беретін тамақтар. Сондықтан барлықтарыңызға оразаға 30 күн бойы кухняда күнде тамақ пісіріп жүрмес үшін алдын ала заготовка жасауға кеңес берем. Одан кейін ораза кезінде біздің ағзамызда қандай уже процесстер жүріп бастайды, Негізі Аллах Тағала бізге сондай бір керемет мүмкіндік берген. Даже ол кезде енді ауызбіляқтардың бәрін азғырмас үшін кісендейді, және біз нәпсімізге ерік бермей, егер оразаны күштеп ұстап шығатын болсақ,
біз 30 күн бойы полностью біздің мынау клеткаларымызды, межклеточный пространство, яғни осының барлығының арасындағы керек емес заттардың барлығын ағзамызды тазалаймыз. Яғни бұл жерде медициналық тілмен айтатын болсақ, аутофагия процесі жүреді. Аутофагия процесі кезінде біздің ағзаның санитарлары бар. Лизоцимдер, макрофагтар, осы нәрселер біздің ағзамызда прямо күшті жұмыс жасап, мысалы санитарлар не істейді? Больницаның ішін бәрін жуып тазалап, хлорлап, прямо бір жер қыл жатпайтындай тап-таза қылады. Тура осы эффектіні бізде осы иммундық жүйенің элементтері жасайды. Енді осы лизоцимдер, макрофагтар өзінің жұмысын күштілеп жұмыс жасау үшін не істеуіміз керек? Біз мынау щитовидка қалқанша безімен бүйрек үсті безіне көбірек подпитка жасауымыз керек, оларға коррекция жасауымыз керек. Ол енді көп адамда бізде истощенный, сондықтан егер сіз ораза уақытында энергияңыз сарқылып өшіп жүрмес үшін және құранды құлшылыққа уақытыңыз болса да, бірақ энергияңыз болмай, оны оқи алмайтын болсаңыз, онда міндетті түрде щитовидка мен бүйрек үсті безіне қалыпқа келтіріңіз. Бұл өте маңызды. Және бізде қазір как раз гипотиреоз айт курсына тіркелу жүріп жатыр. Егер өзіңіз қалыпқа келтіре алмайтын болсаңыз, сондай арнайы курстармен жасауға болады. Одан бөлек, мысалы санитарлардың біз айлығын дұрыс бермейтін болсақ, олар не істейді? Олар тығылады, қашады, бір жерде ұйықтайды, жұмысын дұрыс істемейді, немесе жаңағыдай жауапкершілік дұрыс сезінбейді. Тура сол сияқты, егер біз қалқанша безіне дұрыс жаңағыдай керек заттарын бермейтін болсақ, тура сол сияқты ағзада ол дұрыс жұмыс жасамайды. Соның әсерінен әлсіз баяу жұмыс жасаған кезде біздің энергиямыздың генераторы дұрыс энергияны бөлмеген кезде бүкіл процесс өте баяу жасайтын болады. Сондықтан біздің ағзамыз жаңағы детокс фазаларының, мысалы Аллах тағала енді бізге көмектесіп тұр ғой, осы детокс фазаларын біз қалаған деңгейде жасай алмай қалуы мүмкін. Сондықтан 30 күн оразаны құлшылықпен қоса ағзаңызды да керемет бір қалыпқа келтіріп, полностью тазаланып аламын десеңіз, міндетті түрде осы екі органға көбірек көңіл бөлу керек. Және бұл уақытта бізде клеткалардың ішінде керек емес жаңағы бүлінген ақуыздар болады, түрлі кишечникте брожение, гниение сияқты процесстер болады. Осының барлығы біздің күндізгі уақыттағы тамақты тыйған уақытымызда ағза полностью тістен бастап тікшекке дейін керемет демалыс болады. Және ауыз ашқан кезде осы демалысымызға сразу нагрузка жасамауымыз керек. Тағы да асқазанымызды не болса соған толтырып алып, күндіз бойы сол әрекетпен жүрмес үшін біз өте грамотно ауызды ашуымыз керек. Ол үшін мысалы брокколиден жасалатын сорпа, сүйек сорпасына, немесе тыквадан сорпа деген сияқты сондай көкөніс өнімдеріне көбірек акцент бөлуіміз керек. Және ол нәрсе бізге жаңағыдай асқазанымызға үлкен ауырлық әкелмейді, наоборот, ол бізге жеңілдік береді. Одан кейін тағы да қосымша ақуызы бар өнімдерді қоссақ болады. И міндетті түрде біз ауыз ашқан кезде исламда құрмамен ашу керек деп айтады. Бұның да артында үлкен бір даналық жатыр. Өйткені құрманың да құрамында өте көп элементтер бар біздің ағзамызға керекті. Және мен сіздерге кеңес беремін, құрманың әртүрлі сорттарын алуға. Өйткені әртүрлі сорттарында әртүрлі жаңағы пайдалы заттар болады. Және микс жасаған кезде, мысалы суккари, немесе жаңағы аджва деген құрмалар, олардың әрқайсынан бір штуктан тақсан жасап ішетін болсаңыз, онда бұл сіздің жаңағы түскен глюкозаңызды көтеріп, кішкене легкий энергия береді, және ағзаның тонусын жақсартады. Одан кейін уже сіздің ағзаңыз жылы су ішкеннен кейін тамақты қабылдауға дайын болады. Не үшін жылы су ішу керек ауыз ашқан кезде? Ол мынау күндіз бойы жұмыс жасалған детокс аутофагия процесінен болған қалдықтардың бәрін бір шайып жіберуге күшті көмектеседі. Негізі, егер мүмкіндіктеріңіз болса, зәмзам суды заранее алып қоюға кеңес беремін. Сол зәмзам сумен ашқан кезде ол бізде өте мықты щелочная вода ғой, яғни сілтіленген су, және оның құрамында прямо өте пайдалы заттар көп. Байқасаңыздар, зәмзам суын ішкеннен кейін уже тойып қаласыздар. Сондықтан
енді оразаға бір құрмет ретінде өздеріңіздің ағзаларыңызға инвестиция, сол зәмзәм суын алып, каждый күн, әр күні өзіңіздің аузыңызды сол зәмзәм суын жылытып ішіп, және одан кейін құрмаларыңызды жеп, солай ашсаңыздар, бұл нұр үстіне нұр болады. Содан кейін міне аузыңызды құрмамен аштыңыз, егер сізде инсулинорезистентный состояние болмаса, және қан диабеті болмаса, онда құрмамен ашуға болады. Ал егер сізде инсулинорезистентный состояние және қан диабеті болатын болса, онда жай сумен ғана ашқан жеткілікті болады. И осыны ашып болғаннан кейін сразу намаз оқуға кеңес беремін. Өйткені пока ол су қорытылып, жаңағы құрмаңыз қорытылып, сіздің ағзаңыз тамақ ішуге дайындалғанша, как раз сіз сол 10-15 минутта намазыңызды оқып келесіз. Содан кейін уже организмге тамақ түсуге дайын болады. Және міндетті түрде тамақтарыңыз, кешкі ауыз ашатын тамақтарыңыз жеңіл болу керек. Және тамақ ішіп болғаннан кейін міндетті түрде тараух намазына барыңыздар. И тараух намазына барған кезде қолдарыңызда обязательно су болсын. Термос немесе жаңағыдай бутылка деген сияқты, сондай қазіргіден бастап сол тараух намазына апаратын бутылкаларыңызды жай намазбен бірге дайындап қойыңыздар. Өйткені көп адамдардың қателігі ол намаз кезінде су ішпейді. Просто намаз 20 ракағат оқиды, уже намаз оқып болғаннан кейін бізде ауыз бекітуге шамалақ уақыт қалады. Сіз күнделікті ішу керек, норманы іше алмай қаласыз. Мысалы, сіз 1,5 литр су ішу керек болсаңыз, жағында уже шамалақ уақыт қалады. Сіз енді намаздан кейін үйге барған кезде уже ұйқы қысады, ол кезде сіз ол суды ішіп үлгермейсіз. Сондықтан сол бір күндік суды біз күндіз іше алмаймыз, аузымыз берік болғандықтан. Сондықтан кешкі астан кейін, әсіресе сол тараух намазында ұтымды пайдаланып, міндетті түрде суды ішіңіз. Сол кезде күндіз сізде обезвоживание болмайды, және сіз жеңіл жүретін боласыз. Және өте маңызды нәрсе, біз ораза айында тек қана тамаққа немесе өсек әңгіме деген сияқтыларға ораза емес, біз ұйқыға да ораза жасаймыз. Яғни біздің ұйқымыз әдеттегі уақыттардан ораза кезінде тоже азаяды. Көп адам негізі ұйықтамайды, сразу ауыз бекітіп барып жатып жүреді. Бірақ негізі тараух намазының өзінің уақытында оқып, құптан намазының өзінің уақытында оқитын болсаңыз, сізде ұйықтауға бір 2 сағаттай, 3 сағаттай мүмкіндік болады. Сол мүмкіндікті ұтымды пайдаланып ұйықтаңыздар. Енді бірден ұйықтай алмайтын болсаңыз, хотя бы ол кезде ұйқыны жақсартатын магний цитрат деген сияқты препараттар бар, тусы чай деген бар, одан кейін мелатонин препараттар бар. Мелатонин енді өте аз дозировкада, осы уақытта қолдануға кеңес беремін. Өйткені сіз бұл кезде физиологиялық тұрғыда ұйқыңыз азаяды ғой, и сәйкесінше біз мелатониннің көп дозировкасын ала алмаймыз. Ал егер дұрыс мелатонин бөлінбесе түнде, онда біз күндіз шаршап, шалдығып, энергиямыз сарқылады. Сондықтан күндізгі біздің гормондарымыз жақсы жұмыс жасау үшін, күндіз біз ресурсны, продуктивны болып жүруіміз үшін Рамазан айында да біз не істеуіміз керек? 1-2 сағат ұйқыға көңіл бөлуіміз керек. Егер тіптен ұйықтай алмай жатсаңыз, онда бүкіл үйдің бәрін қараңғылап, дұға тілектеріңіздің бәрін сол қараңғы бөлмеде, зікірлеріңізді қараңғы бөлмеде еще плюс мелатонин ішіп, солай айтуға болады. Бұл да өз кезегінде мелатониннің түсуіне септігін тигізеді. Одан кейін ауызды обязательно бекітуге тұру керек. Көп адамдар бар, құптанда өліп тамақтанып алады, сосын тараухқа тұра алмайды, одан қалса ауыз бекітуге де тұра алмайды да, ертеңін жалғастырып кетеді. Негізі исламда да айтып кеткен, сәресте береке бар деген. Сіз хоть бір түйір құрма жесеңіз де, 1 стакан су ішсеңіз де, ол жерде береке бар. Сондықтан міндетті түрде сәресіні ішу керек. Сәресі притом өте плотный болу керек, потому что сіз күні бойы аузыңыз берік болады, және күні бойы сіз менің аузым берік екен, ораза екен деп жұмыс жасамай жатпайсыз ғой. Сіздің мысалы құлшылықтан бөлек әдеттегі жұмыстарыңыз бар. Сол нәрсенің бәріне энергия жету үшін сіздің тамақтарыңызда энергияны көбейтетін тамақтар болу керек. Оларға не жатады, Оларға әрине животный жырлар, яғни жануар майлары, құйрық май, қаздың майы, масло гахи сияқты өнімдер жатады. Авокадо, сосын прямо сложный углеводтар керек. Ол сложный углеводтарға не жатады? Тары, талқан, күріш, гречка сияқты. И міндетті түрде ақуыз болу керек. Оларға ет,
тауықтың еті болуы мүмкін, немесе кәдімгі жылқының еті, қойдың еті сияқты еттерді қолдану керек. И бұл нәрсе біздің жаңағы мышцаларымыздың кетіп қалмауына, ақуызымыздың азайып кетпеуіне өзінің бір көмегін тигізеді. Егер ондай жағдай болмайтын болса, хотя бы протеиновый жаңа коктейльдер осы кезде күшті көмекке келеді. Тек қана пустой углеводтармен, яғни тек қана фрукты жей салып, банан жей салып, немесе құрма жей салып, ауыз бекітпеңіздер. Өйткені ол резко бізде, сіз фрукты жеген кезде резко қарыңыз тойып қалады, яғни глюкозаның резко скачкасы болады, бірақ ол қайтадан резко төмендейді. Сол төмендеген кезде сізде қарын ашады. Сондықтан ауыз бекіттерге жеңіл тамақты мүлде қарастырмаңыздар. Наоборот, ол кезде плотный тамақтарды қарастыру керек. Және ауыз бекіткеннен кейін сразу ұйықтамаңыздар. Қарын тойып тұрып сразу ұйықтайтын болсаңыздар, ол асқазан ішек жүйесіне өте қатты нагрузка. Сондықтан міндетті түрде таң намазын оқып, арнайы зікірлеріңізді, дұғаларыңызды жасап, құрандарыңыздың определенный количествосын оқып, содан кейін шамалы 1 сағат 40 минут демалуға болады. Егер демалмасаңыздар, вообще круто. Яғни оның орнына сіздер зухр, яғни бесін намазынан кейін демалатын болсаңыздар, хотя бы бір жарты сағат, 40 минут, осы нәрсе сіздерге көбірек энергия береді. Және бұл қосымша бізде гормон ростымыздың жаңа көбеюіне көмектеседі. Гормон роста бізде анаболический гормон, ол біздің жасаруымызға да өзінің бір септігін тигізеді. Және ораза уақытында ауыр жұмыс жасамаңыздар. Желательно жеңіл жұмыстар жасап, ауыр жұмыстарды негізі оразаға дейін немесе оразадан кейін қалдырған дұрыс. Көбірек құлшылыққа көңіл бөліңіздер. Және көп тез дофамин беретін нәрселер бар ғой, гаджет, телефон, телевизор сияқты нәрселерді оразаға дейін шектеңіздер, потому что ол тез дофамин қолдану біздің ағзамызда өте үлкен проблемаларды әкеледі, әсіресе гормональный. Оның орнын, наоборот, Құран оқуға көңіл бөліңіздер. Құранды тәжвидпен оқи алмайтын болсаңыздар, хотя бы аудармасын, қазақшасын оқыңыздар, немесе тыңдаңыздар. Енді бұл Құран айы ғой, сондықтан Құранға да бір көңіл бөлу керек. Енді күніне негізі 20 беттен Құранды оқитын болсаңыз, сіз бір айда смело бітіріп тастайсыз. Сондықтан кейінге қалдырмай, әр Құранның беттерін өз уақытында оқыңыздар. Негізі әр намаздан кейін 5 беттен оқитын болсаңыздар, сіздер прямо бір күнді өте успешно қолданасыздар. И бұл нәрсе сіздердің есте сақтау қабілеттеріңізді жақсартады, Құран аяттарын оқу. Және де сіздердің негізі каждый Құран аятында шифа бар деп айтады. Яғни оны оқу арқылы сіздер Аллахтың даналығын түсінесіздер. Және сіздердің умственный, когнитивный мидың қызметі ерекше жұмыс жасайтын болады. Сондықтан жаңағы акценттің бәрін тамаққа, кешке не істеймін, болмаса біреудің үйіне бару деген сияқты нәрселерге қойғанша, құлшылыққа қоятын болсаңыздар, нұр үстіне нұр болады, және көбірек Аллахты зікір етіңіздер. Негізі нағыз трансформация айы бұл осы Рамазан айы. Сондықтан осы ораза уақытын өте ұтымды пайдаланыңыздар. Мысалы, көп адамдар ретритке, басқа нәрселерге уақыттарын құртып, ақшаларын құртып, бірақ таки бір өзгермей жатқан жағдайлар көп қой. Сондықтан бұл айда Аллах тағала өзі жәрдем беріп тұрған кезде, өзі сізге арнайы бір режим қалыптастырып, күндізгі уақытыңызды көп нәрседен босатып тұрған кезде, осы нәрсені біз ұтымды пайдалануымыз керек. Бұл тек қана сіздің жаңағы ағзаңызға ғана емес, құлшылығыңызға ғана емес, бұл сіздің психологически мощный трансформация болуыңызға септік беретін үлкен мүмкіндік. Сондықтан осы мүмкіндікті бәріміз қолданайық, және міндетті түрде осы айда өзіңізге өте үлкен мақсаттар қойып, және өзіңіздің жаңа тұлғаңызды, жаңа ішіңіздегі рухыңызды оятуға әрекет етіңіз. Бұл сіздің міндетті түрде қолыңыздан келеді, және бұған қосымша Аллах тағала жәрдем беріп жатыр. Осы нәрселерді максималды қолдану арқылы өмірлеріңіздің барлығын жақсы жаққа өзгертіңіздер, және жаңа өзіңіздің болмысыңызды табыңыздар деген ниеттемін. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр, Аллаға шүкір. Бұған предзаказға ашық.
кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.